Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Оқушылар өздерін көріп отырғандай, бірінші нұсқасы. Бірінші есеп АБ түзуінде жататын С нүктесі мен ол түзуде жатпайтын Е нүктесі берілген Есі мен АБ түзулерінің өзара орналасуы қалай? Екі жағдайды қарастырыңыз. Оқушылар, АБ түзуінің бойында С нүктесі жату керек және осы АБ түзуіне жатпайтын Е нүктесін аламыз. Екі жағдайды қарастыруымыз керек. Оқушылар, енді бізге АБ түзуі мен Есі түзуі қалай орналасады дейді. Бірінші жағдайында екеуі қиылысады. Енді мұнда Е нүктесін белгілеп алатын болсақ, осы Е нүктесі мен С нүктесін қосатын болсақ, АБ түзуі мен Есі түзуі өзара перпендикуляр болады, яғни 90 градус жасап қиылысады екен. Сонда бізде екі жағдай болады. Екі түзу қиылысады. Екінші жағдайында екі түзу өзара перпендикуляр болады. Екінші тапсырма: егер екі түзу қиылысқанда пайда болатын бұрыштардың бірі 32 градус болса, оның қалған бұрыштарын табыңыз. Оқушылар, ең алдымен екі түзуді қиылыстырып аламыз. Мінекей осы екі түзу қиылысқан кезде бізде оқушылар 4 бұрыш пайда болады. Сонда осы бір бұрышы бізге 32 градусқа тең деп тұр. Мұнда бір бұрыш деп қояйық. Сонда бірінші бұрышы бізде 32 градусқа тең болатын болса, мінекей 1 мен 3 вертикаль бұрыш және 2 мен 4 вертикаль бұрыш болып тұр. Сонда бұрыш 1 мен бұрыш 3 тең болады да, ол 32 градусқа тең болады. Ал бұрыш 2 мен бұрыш 4 табу үшін оқушылар, мұнда мінекей 1 мен 2 бұрыш, олар сыбайлас бұрыштар. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Енді 2 мен 4 табу үшін 180 градустан азайтамыз 32 градусты. Сонда оқушылар 148 градус болады. Сонда оқушылар, қалған бұрыштары екінші бұрыш 148-ге тең, үшінші бұрыш 32-ге, ал төртінші бұрыш 148 градусқа тең болады екен. Келесі оқушылар, үшінші есепте МН және К нүктелері бір түзуінің бойында жатыр және МН 8 см, НК 12 см, МК кесіндісінің ұзындығын табыңыз. Екі жағдайды қарастырыңыз. Оқушылар, мінекей бірінші жағдай бойынша МН бізде 8 см-ге тең, ал НК 12 см-ге тең. Бізге табу керек МК кесіндісінің ұзындығын. МК-ны табу үшін МН мен НК-ны қосамыз. МН бізде 8 см-ге тең, ал НК 12 см-ге тең. Қосқан кезде МК-ның ұзындығы 20 см болады. Ал енді екінші жағдай бойынша НК 12 см, ал бізде МН 8 см. Табу керек МК-ны. МК-ны табу үшін толық ұзындықтан, яғни НК-дан азайтамыз МН-ді. НК 12 см, МН 8 см, сонда МК-ның мәні 4 см болады екен. Сонда екі жағдайында біріншісінде 20, екіншісінде 4 болады екен. Біріншісінде қосамыз, екіншісінде азайтады екенбіз. Келесі оқушылар, төртінші тапсырма: АОБ бұрышы мен оның сыртқы жағындағы С нүктесі берілген. Мінекей АОБ бұрышы және сыртқы жағында С нүктесі берілген. Асында АО және ОБ сәулелерін қиятын С-ді сәулесін жүргізіңіз дейді. ОА мен ОБ-ны қиятын С-ді сәулесін жүргіземіз. Екеуінде қию керек. Мінекей С-ді сәулесі. Енді екіншісінде Б-сында СОК жазыңқы бұрышын салыңыз. Оқушылар, жазыңқы бұрыш бізде 180 градусқа тең болу керек. Мінекей СОК
осы линейканың бойын сызып шығамыз. Мінекей СОК болды. Енді КОА доғалы бұрышының ішкі жағында АБС нүктелерінің қайсысы жатыр? Оқушылар өздерін көріп отырғандай АБС нүктелерінің ішіндегі Б нүктесі жатыр екен. Енді келесі оқушылар 5-ші тапсырмада суреттегі А және Б перпендикуляр түзулер, мінекей А түзуі, Б түзуі, бұрыш 1 130 градус, 2, 3 және 4 бұрыштарын табыңыз. Оқушылар, бізде А және Б түзуі өзара перпендикуляр. Бұрыш 1 тең болады 130 градусқа. Бізге табу керек 2, 3, 4-те. 2-ні табу үшін оқушылар мінекей 1 мен 2 олар өзара сыбайлас бұрыштар болып тұр екен. Сыбайлас бұрыштардың қосындысының мәні 180 градусқа тең. Сонда бізде мұнда оқушылар 2 мен 3 вертикаль бұрыш екен. Бұрыш 2 тең болады бұрыш 3-ке, ол тең болады 180 градус азайтылған бұрыш 1 тең болады 180 градус азайтылған бұрыш 1-дің мәні 130 градусқа тең. Азайтқан кезде 50 градус болады екен. Енді 4-ті табу үшін оқушылар бұрыш 4 тең болады мына бұрышқа. Мына бұрыш бізде 90 градус болатын болса, сонда 90-ға мына бұрышты қоссақ 130-ға тең болып тұр екен. Сонда бұрыш 1-ден азайтамыз 90 градусты. Бұрыш 1 130 градусқа тең, азайтамыз 90 градусты, сонда 40 градус болады екен. Сонда қалған бұрыштары 50, 50 және 40-қа тең болады екен. Келесі оқушылар 6-ші тапсырма түзу бойындағы АС мен СВ кесіндері өзара тең. СВ кесіндісінде С нүктесінен санағанда 4/5 қатынасында бөлетінде Д нүктесі алынған. Егер СД 12 см болса, АС мен ДБ кесінділерінің орталарының арақашықтығын табыңыз. Оқушылар, мінекей АС мен СВ кесіндісі өзара тең. Енді СВ кесіндісінен С нүктесінен 4/5 қатынасында Д нүктесін орналастыру керек екен. Сонда оқушылар, бізде СД-ның ДВ-ға қатынасы тең болады 4-дің 5-ге қатынасына. Мұндағы СД бізде 12 см-ге тең. ДВ белгісіз. Оның қатынасы 4-дің 5-ге қатынасына тең екен. Енді ДВ-ны табу үшін оқушылар пропорция болып тұр екен. 12-ні 5-ге көбейтіп 4-ке бөлеміз. 12 көбейтілген 5 бөлу 4 тең болады 60-ты бөлеміз 4-ке 15 болады екен. Енді бізге табу керек АС-ны. АС тең болады есептің шарты бойынша СВ-ға. Енді СВ-ны табу үшін оқушылар СД мен ДВ-ны қосамыз. Сонда СД мен қосамыз ДВ-ны. СД бізде 12 тең. ДВ жаңа таптық 15 см болды. Сонда мәні 27 см болады екен. Жауабы бізде оқушылар ДВ тең болады 15 см-ге, ал АС тең болады 27 см-ге. Оқушылар, соңғы 7-ші тапсырмада былай делінген: АОВ жазыңқы бұрышының бір жақ жарты жазықтығында АО-сы 20 градус. Осы жерден сызып алайық. 20 градус. Бұрыш АО, бізге бұрыш АО жазыңқы бұрышы берілген. Бұрыш АО-сы тең болады 20 градусқа. Бұрыш АО-ды 80 градус болатындай бұрыштар салынған. Бұрыш АО-ды 80 градус екен.
Оқушылармен шамалап салып отырмын, сендер өздерің транспортирдің көмегімен салсаңдар болады. Бұрыш АО-ды тең болады 80 градусқа. СО-ды және ДОВ бұрыштарының бисектрисалары арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Оқушылар, ең алдымен СО-ды тауып алайық. СО-ды тең болады бұрыш АО-ды азайтылған бұрыш АО-сы. Бұрыш АО-ды 80 градусқа тең, АО-сы 20 градусқа тең болады 60 градусқа. ДОБ-ны табамыз. Оқушыларына жалпы бізде АОБ жазыңқы бұрыш АОБ азайтылған бұрыш АО-ды. Сонда 180 градустан азайтамыз АО-дыны, яғни 80 градусты. Тең болады 100 градусқа. Енді оқушылар, бізге СО-ды мен ДОВ бұрыштарының бисектрисаларының арасын табамыз. Осы жерге бисектриса сызып алайық. Бисектриса дегеніміз, оқушылар, бұрышты теңдей етіп екіге бөледі. Мен шамалап бөліп отырмын. Мына ұшын Е, мына ұшын F деп алайық. Сонда бізге бұрыш EOF-ті табу керек. EOF-ті табу үшін, оқушылар, СО-дыны бұрыш СО-дыны бөлеміз екіге, қосамыз бұрыш ДОБ-ны бөлеміз екіге. Екеуін бөліп қосамыз. Сонда бұрыш СО-ды тең болды 60 градусқа, бөлеміз екіге, қосамыз ДОБ 100 градусқа тең болды, бөлеміз екіге. Сонда 30-ды қосамыз 50-ге, 80 градус болады екен. Мінеке жауабы 80 градус деп аласыңдар. Сонымен оқушылар, бүгінгі ТЖБ-ны талдау сабағым аяқталды. Егер түсінбеген сұрақтарым болса, комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.